Сәлеметсіздер ме канал көрермендері, бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен таныстырып өтейін. Қазақстан екі мемлекетті бейбітшілікке шақырып жатқанда Харьков қаласындағы орталық алаңға зымыран түсіп, алаңның астан-кестеңі шықты. Соның салдарынан ондаған адам зардап шекті деген Владимир Зеленский осыдан кейін бәрі өзгереді дейді. Ол халықаралық ұйымдарды Ресейдің бұл әрекетін мемлекеттік терроризм деп тануға шақырды. Ал қалада бомба жарылып, тұрғындар жертөлеге түнеп жүр. Донбасста Украинаны демилитаризациялау және қарусыздандыру мақсатында осындай әрекетке барғанын айтқан Владимир Путиннің өз ұстанымы бар екенін жеткізді. Айта кетерлік, Украина президенті кеше Еуроодаққа мүшелік ету туралы өтінішке қол қойды және аталған құжат тіркеліп, Украинаны одаққа қосу мәселесі қарастырылып жатыр. Сонымен қатар, Қытай Ресей мен Украина арасындағы қақтығысты шешу үшін диалогты ілгерілетуге көмектеседі деп мәлімдеді Қытай сыртқы істер министрлігі. Айта кетсек, Украина мен Ресей арасындағы Беларусьтегі келіссөздер апта соңына қарай болатындығы мәлім болды.